Men sizlerge bir teoriya көрсөтейин. Erkek ve әйелдің айырмашылығын bir көрсөтүп жиберейин sizlerge. Мынау еркектің басы. Басы емес, миы дейік, ya. Мынау еркектің миы. Ал мынау әйелдің миы. Мынау еркектің миы, мынау әйелдің миы. Көріп тұрсыздар? Қалай? Әйелдің миы аз, ya, көрініп тұр. Әйел не істейді енді? Әйел мынау еркектің басына түсініп тұрған шығарсыздар, трубочка тығады. Трубочка тығады да, мына еркектің миының барлығын сорады. Миын жейді. Полный сорып алғаннан кейін қалай болады? Еркектің миынан сорғаннан кейін мына жерде әйелдің миы көбірек бола бастайды уже. Міне, әңгіме енді басталады. Әйелдің миы көп мына жерде, уже миы көп. А еркекте ми жоқ. Сорып басталды ғой. Содан кейін әйел енді миы көп қой енді. Миы көп болғаннан кейін мынау еркекке ақыл айта бастайды. Енді миы көп қой. А еркекте ми жоқ. Оған уже мынандай бола бастайды мына. Похуй. Оған похуй бола бастайды. Неге? Өйткені ми жоқ. Мына байқұс әйел шырылдап ақылын айта береді, әй бүйтпе, сөйтпе, бүйтсеш, ана әйелді қара, ананың байын қара, бүйтіп атыр, сөйтіп атыр. А бұған похуй. Неге? Өйткені ми жоқ. Енді мораль. Миы бар еркектің миын жемеңдер. Мынандай төбесінен Т деген әріп шықса еркектің, ол қиын болады. Содан кейін әйел не істейді? Әйел подружкасына айтады. Мен күйеуім надоел, күйеуіме айтып, жырқылдамай түсірші бе. Мен былай айтам, былай сөйтем, былай тыңдамайды дейді. Содан кейін өзінің шешесіне айтады. Айдалада жүрген өзінің шешесіне звондайды. Дей салайық. Анау бүйтіп атыр, сөйтіп атыр, бүйтсем сөйтпейді, сөйтсем бүйтпейді. Күлді дүниеге айтып шығады. Жақындарына да по секрету бәрін әйел адам айтып шығады. Мына сорлы похуй болып жүрген. Бұған неге бүкпілесіз? Ми жоқ қой бұда. Сорт бастады ғой кезінде мида. Әйел адамдар, қыздар, келіншектер, жәндеріме шейін миларын жемеңдер күйеулерін. Бізде ми бар, жоқ емес. Просто пустой болып қалған көп еркектің миы, похуй болып қалған бәріне. Так что солай, амандықта, саулықта жолыға берейік. Миларын азаймасын.